Бүгін 23 наурыз Баку рестораны Бруклин ауданында, Нью-Йорк қаласында қазақтардың наурыз патиі болады. Сол жаққа барып, кішігірім бейнебаян түсіріп, бірең-сараң адамдардан сұхбат алсам ба деген. Жалпы бүгінгі наурыз жайлы карантиндері қалай өтті дегенде. Менің атым Абзал Жаңабай. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бірінші рет сіз менің каналыма келіп отырсаңыз, міндетті түрде мына жақта подписаться немесе subscribe деп ағылшынша болады. Соны басып қойыңыз. Колокольчикті әрине екінші рет басыңыз, келесі видеоларды ұмытпау үшін. Және мынау менің инстаграмым. Инстаграмға жазылып қойыңыз. Күнделікті Нью-Йоркте не болып жатқанын ішінен көріп жатқан мүмкіндігіңіз бар. Ал кеттік. Вот Баку ресторан, міне Баку ресторан, мына жақта қазақтар тұр деймін, қазақтар тұрған сияқты, мына жақта не болып жатыр екен. Ал көрермен ағайын дейді ғой. Қалайсыңдар? Логоға келе жатырмыз. Қалайсыңдар ағайындар? Денсаулықтарың қалай, жақсы ма? Ал ағайын, мына жақта 6 фит деп қойған екен. Лимитированный бүгін наурыз. Міне Азербайджан Нью-Йорк Association дейді. Только Азербайджандар отырып отыр ма? Білмедік қой. 20 күні негізінде бүгін біздің талғат істеп жатқан face covering required депті. Бетті жабу керек дейді. Міндетті түрде қазір көреміз. Бетті жабамыз жатыр. Hey bro, how are you doing? How's everything? Is good? The mask on, please. Huh? Mask. Mask? Yes. When you get inside, you can take off the mask, right? Only when you're at the table. Are you kidding me, bro? You know the rules, man. How's everything? Is good? Good. Сәлем, қалай жағдай, денсаулық қалай, жақсы ма, есемі барлығы? Қанша теңге берейін? 30 теңге? $30 ма? Бауырым, қалайсың, денсаулық қалай? Жоқ, бармын болып күткенсің бе мына жақта? Красавчик отырсың, қарашы. Қыздар, қарасыңыз, қандай жігіттер біздің, қазақтың жігіттері, арыстандар ғой, қазаш, ар деп. Талғат деген жігіт ағайындар, бұл кісі осы Нью-Йорктың азаматы деп айтсақ болады. Бұрыннан келе жатқан көптеген қазақтар келген кезде көмегін береді. Мен келген кезде де маған да көмек берген, басында қол ұшын созып, өзі хабарласып, қазақ екенсің ғой бауырым, осындай деп. Жұмыс болсын, не жұмыс тілектер болсын, осы жігіт көп қазақтарға да қолын созып, көмектесіп жүрген бір жігіттердің біреусі атасы, анасы, апасы, әжесі деп айтсақ болады. Бұл жігіттің инстаграмы осы видеоның астында болады. Тікелей өтіп жазылсаңыз болады. Талген, бір-екі сөз айтып жіберсең, жалпы қалай көп болды негізінде? Ковид болды, там организация болған жоқ. Ең соңғы мероприятие қашан болып еді сенде? Да, было такое время, когда был ковид, и временно не делали мероприятия, практически около года, полтора. Я думаю, что многие люди соскучились за это время. И вот как раз так получилось, что пошли немножко послабления, и вот сейчас сделали такое небольшое пробную вечеринку в честь Наурыза. Люди пока только собираются, я думаю, что где-то в течение получаса уже почти будут все, потом уже можем дальше. Ағайындар, қазақты білесіздер ғой, алдыда деген негізінде қазір 8 болды. Только собираются, да? Как всегда казали, я не везде казали, правильно? Бұлай негізінде required occupation 50%, то есть 50%-ға дейін occupation, да? Да, обычно на вечеринках приходит где-то 250-300 человек, но из-за того, что сейчас ковид и все ресторанные меры должны быть предусмотрены, пускают максимальное количество только 150. 150. То есть, да, это максимальное количество, поэтому, к сожалению, есть ограничения. Вот, сейчас уже примерно 50% зала заполнено, остальные 50%, я думаю, потянутся в течение часа-полтора. Ну, в общем, я успел на 150 человек. Да, в самый раз, бро. О, посмотри, какие часы офигенские, смотрите, йо-йо-йо. Налар спешл меню, без бармақ $20, бауырсақ без данасы $8, наурыз көжі $12, плов $20.
Руслан бауырым көп болды көрмегенге. Иә. Жалпы қайдан жүрсің мына жақта? Не істеп жүрсің? Бүгінгі Наурыз болып отыр. Өзің қалай ощущение жалпы? Сәлем достар, мырзалар. Негізі осы Наурыз мерекесіне мейрам болып жатыр екен. Сол қазақтар жиналады, қазақстандықтар. Сөйтіп жүрк бірге қосылып, бас қосып, осындай бір көңіл көтеріп дегендей осындай отырмыз, жүрміз. Осы негізі жібересің бе, жібермейсің бе осы қазақтың әр болған қазақ патияларда? Жоқ, уақытым болса әрине жұмыс тастамай, конечно, жұмысың болып тұрса, әрине жағдайға қарап, бірақтан тырысам міндетті түрде келуге, осындай бір араласып, балдармен танысып, осындай бір қарым-қатынасты құруға. Өзің жалпы немен айналысасың? Өзім жалпы негізі трак драйвер дейді, ол дальнобойщик, білмесеңдер, осы КамАЗ айдайтын жер. Оның айда қанша ақша табасың, соны айтып жіберші, қызық болсын енді. Ең қызық сол екен аға, деп па. Енді сол, қалай айтсақ, ең басты негізі нан мен майға жетеді деп тұр, арасында варенье болып тұрмаса. Айтсашы енді қанша қолыңа түсетін ақшасы орта есеппен, гросстан кейін. Қолыма түсетін енді былай қарасаңыз жұмысқа лайықты. Если жұмысың жақсы біліп, ответственность дейді ғой, соған лайықты болсаң, енді 3000, 2000 мүмкін аптасына істеуге болады. Ол өзіңіздің деңгейіңізге лайықты, уақытты істегеніңізге де лайықты негізі, былай қарап тұрсаң. Істесеңіз жұмыс любой жерде істеуге болады да, ақша табу болады. Мейлі, рахмет саған көп. Көріскенше. Чё там, серый? Как она? Зажигаешь? Точишь? Пикап поставишь, блин, они будут писаться кипятком. Пикап, 5000 поставь, они рвут. Я поставлю, блядь, когда они Wi-Fi сделают. Они Wi-Fi мне должны дать, я сделаю. Wi-Fi? Надо скачать, Ал Данияр мырза, біз өзіміз бұрыннан бері таныспыз. Өзіңіз қыздай болып киініп алыпсыз. Бетің жоң ұялып тұрсың ғой, қызарып кетсің, помидор рұқсат дегенсің ба? Мейлі, жалпы мынау біздің көрермендерге өзіңіз жаңа қысқаша айтып өтіңіз, немен айналысып жатсыз осында, немен айналысқаныңызды айтпай-ақ қойыңыз, мен ол жайлы сізбен бірге бөлек бір интервью жасаймын. Бүгінгі осы жерде не істеп жатырсыз, қанша болды келгеніңізге, және осы мына болып жатқан бүгінгі Наурыз мейрамы жайлы сіз қайдан естідіңіз? Организатор Талғатты білесіз бе, білмейсіз бе? Жалпы сіздің бұлай әл-ахуалыңыз қалай болды? Сізде ұнады ма, ұнамады ма? Шындықты айтыңыз, тас шындықты айтыңыз. Одан кейін тамағы қалай болды өзіңізге? Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Өте қуаныштымын, Наурыз мерекелеріңіз құтты болсын. Абзал, сізбен уже тура бүгін 5 жыл болды таныс болғанымызға. Алғашқы осы қазағым осы жерде танысқан бұл Абзал болды. Ана екеумізді күтіп алған аэропорттан біз кебап, бұл не деген Америка, бұл не деген кезде Абзал бірінші бет болған көргеніміз Америкадағы. Оған әлі ұмытпаймыз, әлі алғысымыз шексіз. Талғатпен де біз біраз болды таныс болғанымызға, ол бір общий группа бар бізде, жастар деген, сол жерде тұрамыз. И осы мереке жайлы қонақ болып шақырды, кеп өте қуаныштымыз. Буквально 2 күн бұрын біз Филадельфияда тоже өткіздік Наурыз мейрамын. Ол жерде 200 адамдай жиналдық қазақтар. Ол жерде генконсулмен бірге сөз сөйлеп, сондай бір күшті кеш өтті. Енді мен жайлы айтып жүрсек, мен болсам журналистпін, блогермін, танымал күлетіндей. Қалжың, әрине мен журналистпін, блогермін. Осы жерде қазір Нью-Йорк қаласында қазақ радиосын ашып отырмыз, қазақ бағдарламасын, есімі Қазақ Тайм. Қазақ радиосы ма, әлде ол белгілі радионың ішіндегі қазақша? Ол белгілі радионың ішіндегі Freedom FM, соның ішіндегі Қазақ Тайм деп айтылады, бірақ біз ол қазақ радио деп айтып жүрміз, өткені да сөйтіп әдемі естіледі, қазақ радио десе. Соған байланысты енді
біз осы қазақтарды бірге жинап сондай біз кім екенін халыққа көрсету үшін бізді біле бермейді ғой енді қазақтар кім екенін, ол рас қой енді. Дұрыс қой. Соған әр адам біз жүрген бәріміз қазақ елінің представителіміз ғой. Сіз, допустим, сіз абзал осындай әдемі болып постоянно сұхбат алып. Бәріміз амбассадормыз по-своему, да? Иә, әрине. Бірақ мен қазір официально амбассадормын, өзі Министерство культуры и спорта мені сондай маған сондай ответственность перед республикой. Енді сөйтіп мәдениетімізді, спортымызды дамытайық бірге, көрсетейік. Сондай халық бар екенбіз, сондай керемет халықтың, у нас великий народ деп айтпайды қазақ. Енді мына бүгінгі мейрам жайлы жалпы. Бүгінгі мейрам жайлы. Бүгін мейрам керемет күшті болды, бірақ өте қатты шумно болды. Құлағым жаман естіп тұр әлі, честно говоря. Бірақ тамақ жағынан айтайын кетсе, мен тамақ енді әрине біз қазақ бешбармағымызға жылқы етімен жетпейді. Бірақ жалпы бәрі дәмді керемет болды. Талғатқа молодец, Талғат болса көрдім, жүр бәрі переживает. Әйтеуір мен өзім ұйымдастырушы болғаннан білемін ол қандай қиын жұмыс екен. Соған Талғатқа көп рахмет. Келесі жыл осындай үлкен осындай мейрамдар көбірек ұйымдастырып тұрсын, қазақтардың бастарын жинап тұрсын, осылай бәріміз осындай сплоченный, дружный болайық та, достар, бір-бірімізді қолдайық әрқашанда. Бір-біріміз артта осылай біргейік бәріміз. Дұрыс па? Ал ағайын, Даниярдың инстаграмына осы видеоның астына өтіп, ссылкасы вот, сілтеме ғой, ссылка деп тұрмын ғой, сілтемесі болды, сілтеме арқылы сіз Даниярдың инстаграмына өтсеңіз болады. Жолыңыз болса, жолыңызды ұстамайын. Рахмет, абзал. Мені көріскенше бауырым. Ал Сәке, келіп қапсыз. Өзіңіз жайлы кішігірім көрермендерге айтып берсеңіз, содан кейін қысқаша және бүгінгі күн қалай болды сізге? Қай уақытта келдіңіз? Тамақ ұнады ма? Жалпы өзіңіздің мынау әл ахуатыңызды айтып берсеңіз, бүгінгі өткен мейрам жайлы. Әрине, менің атым Серік. Америкада болғаныма 8,5 жыл болды. Келгеніме өте қуаныштымын. 6-та басталатын уақыт болды, бірақ біз 8,5-ға таман келдік. Қазақ уақытысында. Жалпы керемет болды, өте ұнады. Талғатқа үлкен рахмет. Сондықтан өте қуаныштымын. Қазақстандықтар көргеніме қуаныштымын, адамдарға қуаныштымын, қазақша әндерге қуаныштымын. Сондықтан өзіміздің Қазақстанда болғандай сезімдік болды. Дәл Қазақстандай болғанда. Дәл Қазақстандағыдай, дәл қазақтай өте қуаныштымын. Кішігірім өзің немен айналысасың? Мувинг. Жұмыс жасайсың ба, әлде өзің компанияң ба? Өзім компания. Ағайын, бұл деген Серік деген мен жерлесім, өзі Тараздан болады. Құдай амандық қалса, осы мамыр айында бірге интервью болады. Жалпы осы мувинг жайлы, компания жайлы қалай бастау керек екенін барлығын от до я түгел айтып түсіндіріп өтеді. Жалпы каналыма жазылып қойыңыздар және келесі видеоны күтіңіздер. Сондықтан достар күтіңіздер. Мейлі, көрсеміз онда. Бауырым, хабардамыз. Все, давай, күн жақсы өтсін. Қоштасталмай жатыр ағандар, қоштасталмай жатыр. Ал Калифорнияда сіз сәтіне тілейміз ағай? LA-да тұрамын. Лос-Анджелестің қазақтары ғой? Все, хабардамыз. Лос-Анджелесте келіп жүрсің ба жаққа? Лос-Анджелестен келдім, я бірінші Филадельфияға шақырды, 21-і. Сонда Наурыз тойладық. Потом Нью-Йоркқа келдік. Жолын төлеген шығар енді. Жолды бәрін төледі ғой. Келді, бәрін, тамағымды бәрін көтеріп. Ал қазағым, Ерман деген өзіміздің бауырымыз Лос-Анджелесте тұрады. LA ғой, LA деген жалпы менің инициалым Леспеков Абзал ғой. Енді Лос-Анджелесте. Жеке менің қалам. Жеке менің қалам. Мына жақта бұл жігіт өзі әнші, күйші, жыршы, өте танымал қазақ қолына су құйған. Ассаламағалейкум қазақ елі. Наурыз құтты болсын баршаңызға. Берса еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, еліміз өркендей берсін. Қазақтың атын әлемде
көтере берейік. Бүгін Талғатпен жалпы таныссың ғой өзі? Таныспын, иә. Сол шақырып отыр. Иә, 2019-дан бері осы қазақ патиден қалмаймын. Постоянно шақырады. LA-дан осы жаққа келіп тұрасың? Жоқ, алдын Нью-Йоркта тұрдым. Нью-Йоркта тұрдым, осында шақырып. Енді LA-ға көшкеннен кейін осында келіп наурызда именно наурызда келіп тойлау керек деген. Не себептен сен LA-ға көшіп кеттің? LA маған ауа райы ұнады. Ауа райы ұнады. Нью-Йоркта бәрі бұлтты, басың ауырып жүреді. LA-ға көштім. Мен көшем деп ойлаған жоқ. Бірінші күні қондым, түстім, сразу болды, осында қалам. Ұнады. Иә. Сразу билет, үйге үй іздеп, сразу үй таңдап, сразу үйде соны қалдым. Немен айналысып отырсың ол жақта қазір? Ол жақта қазір мувингпен айналысып жатыр, пока ол жақтың бәрі жабық. Енді ашылып жатыр ғой? Енді ашылып жатыр, иә. Мувинг болғанда сен өзіңнің компанияң ба? Жоқ, менің досымның компаниясы. Досыммен бірге істеп жатыр. Но барып, мен сол өнер саласынан кішкене бағым сынасам ба деп. Әрине, сол жаққа көшіп отырмын. Голливудтың бір төрінен орын алсайшы, ертеңін Ерман қазақ деп Алла қалса ауызды толтырып айтатын мен ішімнен Димаш бірінші орында, енді қазақтың атын шығарып Иманбек Имаш деп жүр ғой енді. Үшінші Ермаш болғым келіп отыр да. Алла қалса сол күнге жетейік. Иә, Құдай аман қылса. Жалпы қалай бүгін ұнады ма күн? Өте керемет бүгін. Еще ауа райы керемет, бәрі керемет, бәрімен танысып бүгін енді әрқашан қазақтардың жанында комфортно ғой. Тамақ қалай болды, соны айтшы. Шыныңды айтшы. Тамақ өте керемет болды. Анаңдікінен де мықты болды ма? Жоқ. Анамдікіне жетпейді. Ал, ағайын, Ерманның инстаграмына осы сілтемесі, осы видеоның астында болады. Тікелей өтіп жазылсаңыздар болады. Енді саған неді, қазақтар барып жатса, жазып жатса, кішкене Nokia Connection People ғой. Конечно. Давай. Все мои волки делали Ерман, встречайте. Армысыздар, наурыз құтты болсын. Вальс приветствуется. Раз. Благополучия, мира. Ал. Всего самого наилучшего. Қазақша айта беріңіз, бұл наурыз құтты болсын. Қош, мен шала қазақпын. Ештеңе етпейді? Жоқ, можно орысша? Қазақша айта беріңіз, ұялатын Наурыз мен мейрамы құтты ұяламын. Да, болсын. Барлық қазақстандықтарға үлкен сәлем. Бәріне жақсылық, үлкен махаббат. Наурыз құтты болсын. Қазақтар көбей берсін. Вот видите? Мен өте ризамын. Өте мықты. So. About. Ұялмасай, айтсай. Жалпы қазақтар, мына жақта өзіміздің қазақтың қыздары, мына бауырымыз, қарындасымыз осы Америка құрама штаты, Нью-Йорк қаласы. Сен Бруклиндасың ғой қазір, е? Бруклинда жаңағы сфера шоу-бизнеса, не жаңағы? Менің өзімнің қазіргі істеп жатқан жұмысым ол стайлист. Қазақша қалай? Қазақша айта берсей. Шаштараз. Я? Бет, анау-мынау. Я косметологи. Да. Сондай да жұмыс жасайды. Мен жалпы осы қарындасымыздың өмірі жайлы, жұмысы жайлы болашақта бөлек интервью, репортаж, видео шығарып өтемін. Обязательно, ребята, обязательно. Мы вам расскажем, как здесь жизнь, қалай бұл жаққа келдік, қандай қиыншылықтарды көрдік.
қандай басымыздан өмірдегі шынымен де болатын жағдайлар өтті, оны әлі де алдағы репортаждарда айтып береміз. Енді бұл қыздың инстаграмына сілтеме осы видеоның астында өтіп, жазылып, сұрақтарыңыз болса қойып, өмірін қарап өтсеңіздер болады. Рахмет, Абзал аға. Антицеллюлитный салон. Косметологический антицеллюлитный салон. Шынымен де өте жақсы. Шынымен де өте жақсы көмектеседі әйел адамдарға. Мен жұмыс істеймін күніне де әйел адамдармен, сондықтан да келіңіздер. Өте жақсы, керемет. Ал бауырым, өзің жайлы, бүгін күн жайлы айтып өтсең. Осы бүгінгі күні өте керемет өтті. Осы бірінші рет қазақ пати болып отыр. Кстати, мен де бірінші рет осы қазақ патиға негізі бірінші рет келдім. Хотя уже нахожусь здесь, но қазақ патида вообще болмағанмын. Бүгін бірінші рет болдым. Жуу керек қой қазір. Сол өзі біздің қазақтардың қасында өте керемет болып жатыр. Керемет кеш болып жатыр. Сол бүкіл қазақтарға үлкен сәлем, қазақтарға. Сол Америкаға келіңдер, үлкен керемет мүмкіндіктер, сол Қазақстандарда күтеміз. А можно мне тоже добавить? Мы с моим мужем открыли мужской салон красоты барбершоп. С мужем вместе? Да, с мужем вместе, да. И он еще не работает, там идут ремонтные работы, мы закупаем мебель, кресла, то сё. И в начале апреля он откроется Кудай Халаса. И прошу, поддержите нас, приходите к нам в салон барбершоп. Это ваш первый бизнес здесь или как? Это первый бизнес, да. Сколько здесь находитесь? 4,5 года, и вот это наш первый бизнес, мы с мужем открыли. Он находится на Шипсет-Бэй, прям против метро, называется FND, он и по-английски, и по-тюркски, как переводится, сэр, да? FND, приходите, да, FND, да. Один вопрос. Вы этим бизнесом занимались в Казахстане или нет? Нет, я не занималась, потому что мой муж, он парикмахер с очень большим стажем, и вот он открыл, а я как его жена, помощница, я тоже помогаю и морально, и финансово, и мы вместе открываем. Давайте сделаем тогда отдельный репортаж про ваш. Можно, а вы хотите, вы придете на открытие и красную ленточку перережете. Хотите? Давайте, да. Почему и нет? Очень я буду рада. Мы сейчас пока делаем ремонт и закупаем. В начале апреля у нас уже откроется салон. Есть номер телефона, да, как раз да, есть. Выйдите ко мне. Я буду очень рада, если вы придете. Кстати, Абзал, вы можете сделать репортаж в данный момент, ну как, в будущем, именно в том салоне, где я поднялась, где я выросла. Вы можете прямо прийти в мой салон. Сделаем, мы это с тобой умеем, Я сама делаю ламинирование ресниц, я делаю маникюр, я делаю. Реклама, жарнама кетіп жатыр жақта. Реклама поперла. Все, что можем, мы делаем. Бізде қазақтар негізі бұл жақта өте предприимчивый, көбісі бизнесші жүреді, сондықтан мен қазақтың қыздарына, балдарына ырзамын. Это наши свои тут в Америке, в Нью-Йорке. В Нью-Йорке неплохо. В Нью-Йорке өте қиын өмір сүру. Біріншіден, екіншіден, почему бы нет, өзінің адамдарға, өзіміздің қазақтарды шақырып жасағанға, да? Вы знаете, я всегда рада, когда я узнаю, что наши родные казахи открывают какой-то бизнес, когда у них что-то процветает. У меня такая гордость за наших казахов, если честно говоря. Я просто радуюсь. И дай бог, чтобы мы здесь процветали, как размножались, как говорится, чтобы нас было больше и больше, и чтобы у нас у всех было все хорошо. Отлично. В общем, у меня идея, потом я со всеми поделюсь с этой идеей. Хорошо. Можете выключать уже. Ал ағайындар, рахмет сіздерге, көрдіңіздер біздің қазақтың қыздары қандай предприимчивый екенін. В общем, связьда боламыз. Келесі қазір білмеймін, қазір іздеп көрейін, тағы да репортаж алатын. Ал әзірше осыны өшірдім, қазір келесіне кетемін. Well,
Ал ағайын бүгінгі мероприятие, бүгінгі тойдың негізгі жүргізушісі, басқарушы, организатор деп айтайық. Организатор Талғат мырза. Енді бұл кішіге біз орысша сөйлесеміз. Талгин, брат, расскажи коротко сам откуда, чем занимаешься и в принципе вообще про эту организацию, почему ты решился делать да. Меня зовут Талгат, я с Караганды, в Америке нахожусь где-то 8 лет примерно. Сам занимаюсь маркетинг-менеджментом, работаю в IT-фирме. В свободное время мне нравится организовывать такие вечеринки. Занимаюсь этим практически уже на протяжении 4-го года. Поначалу было как любительское такое, постепенно немножко стало получаться, и последние 3 года уже были большие вечеринки. Ну, в целом мне очень нравится это занятие само по себе, то есть сам процесс, организация, объединение казахстанцев. То есть мне это просто по душе. Вот, я стараюсь каждый раз делать что-то новое. В последний год не получалось проводить много вечеринок, потому что был карантин, везде все было закрыто. Буквально вот с этого года, вот недавно совсем начались послабления небольшие, и мы вот сделали вот такое небольшое пати сегодня. 23 марта, вторник, пришло примерно 170 человек, что в принципе даже выше ожидаемого, потому что я вообще рассчитывал на 100-150 максимум. Вот, я очень рад, что пришли разные интересные люди, включая вот Абзалыч, который берет у меня сегодня интервью. Вот, приятно, что на самом деле много казахов, которых я давно знаю, приходят на такие мероприятия, и мы снова увидимся, потому что сейчас как бы у всех работа, у всех семья, дети рождаются. Вот, и, ну, есть свои тоже дела, которые нужно решить, да, но несмотря на это, люди все равно находят какое-то небольшое время, час-два зайти на наше мероприятие, поэтому я очень рад. Всех поздравляю с Наурызом, желаю счастья, здоровья, чтобы у всех были хорошие идеи, хорошие цели, хорошее занятие в жизни. Вот, и надеюсь, что такие встречи будут происходить гораздо чаще. Надеюсь, что наконец-то мы выйдем с этого карантина как можно быстрее. Бирюса на самом деле надоел он уже, почти год-полтора уже был. Вот, и да, на самом деле я очень рад. Спасибо всем, кто сегодня пришел на вечеринку. Спасибо тем всем, кто поддержал. И Наурыз құтты болсын. Ал ағайын, жалпы болашақта біз Талғат екеуміз бөлек интервью, Талғаттың өмірі жайлы, эмиграция жайлы және жұмыс жайлы бөлек бір видеоблог түсіреміз. Көп рахмет сіздерге. Енді соңғы интервьюм қалды. Соны ала салсақ, Мақсат деген бауырымыздан. Миллер Талгин, көрсеміз бауырым. Рысхан, бұл индес Чироки тайпасынан. Ал Мақсат бауырым, сен жайлы енді видео бар, ағайындар көріп өткен шығар. Егер көрмесеңіздер, осы видеоның астында сілтеме болады. Мақсаттан интервью алғам, осы бір 2-3 күн бұрын. Соны толық көріп біліп қайтсаңыздар болады Мақсат жайлы. Енді Мақсат, өзің осы жалпы Наурыз пати жайлы қалай білдің и қаншашыншы рет келіп отырсың осы патиға? Біріншіден армысыздар барлық қазақстандықтар, барлықтарыңызды Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Жалпы осы 3 жылдың ішінде, ақштағы 3 жыл өмірінің ішінде қазақ патиге бірінші рет келдім. Әрине сізге үлкен рахмет шақырғаныңыз үшін. Бұрын мұндай мерекелерге көп келмейтін едім. Өте керемет әсер алдым. Қаншама қазақтарды көріп, қазақтардың арасында кәдімгідей бір Қазақстанға барып келгендей болдым. Ең бірінші осы ұйымдастырушыларға үлкен рахмет, Талғат бауырымызға үлкен рахмет айтамын сізге. Әрдайым осындай шаралар көп болса, енді біз үшін бұл үлкен пайда деп ойлаймын. Рахмет көп. Жалпы ұнады, өте жақсы әсерде отырсың. Енді оны сөзбен айтып бәрін қосып жеткізу мүмкін емес, енді алған әсеріміз өте керемет. Көп рахмет. Ал ағайындар, осы каналға жазылып қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болса осы видеоның астында, комментарийда сұрақтарыңыз қалдырып кетіңіздер. Рахмет сіздерге, сау-саламатты болыңыздар. Наурыз құтты болсын. Жақсылықта көрсек, жүздесек. Жақсы.